Егер сіз тұрақты түрде жасап тұрсаңыз, онда көзге арналған жаттығулар міндетті түрде нәтижесін береді. Баршаңызға сәлем, 1001 кеңес арнасында көздің көруін жақсартатын 10 әдіспен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бірінші әдіс, 2 минут бойы көзді ашып жұмыңыз. Бұл жаттығу көз ішіндегі қан айналымды жақсартады. Екінші, басты айналдырыңыз. Оңға, солға, жоғары, төмен. Бұл қан айналымды белсендетеді. Үшінші, көздің қиығымен оңға бұрып, сосын көзқарасыңызды тік бағытқа бұрыңыз. Осыны кері бағытта да іске асырып көріңіз. Төртінші, көзіңізді жұмып, еркін дем алыңыз. Бұл жарық сезгіш клеткалардың қызметіне күш береді. Бесінші, көзіңізбен оңға, солға, жоғарыға, төменге қарап, түрлі бағыттар бойынша жаттығулар жасаңыз. Алтыншы, көзді 3-5 секунд жұмып, сосын ашыңыз. Осыны 7 рет қайталау қажет. Жаттығу көз бұлшықеттерінен қысымнан арылтып, қан айналымына күш береді. Жетінші, көздің үстіңгі қабағын саусағыңызбен орташа деңгейде басып, 4-5 рет қайталаңыз. Жаттығу көз ішіндегі сұйықтықтардың қалыпты деңгейде болуына мүмкіндік береді. Сегізінші, көзбен ашық ауада түрлі геометриялық фигуралар салыңыз. Сосын қиын фигураларға ауыссаңыз болады. Көзіңізді жұмып, көз алмасын жоғары төмен қимылдатыңыз. 5-10 рет қайталау қажет. 10-шы, терезенің жанында тұрып, әйнектегі бір нүктеге қадалып, сосын көзіңізді басқа нысанға дереу бұрып әкетіп жаттықтырыңыз. Бүгінгі пайдалы кеңесім кәдеңізге жарасын.